сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписаться және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Арасында зейнеткер бар. Ақмола облысында зияратқа барған тұрғындар жоғалып кеткен. Степногорск қаласының полиция басқармасына жақын маңдағы ауыл тұрғыны 6 шілдеде таңғы сағат 10:30 шамасында туыстарының жоғалып кеткенін жеткізді. 5 адамнан тұратын топ Ауди автокөлігімен Қарауылықты ауылына қарай зияратқа кетіп, бір тәулік бойы байланысқа шықпаған. Бізді қатты алаңдатқаны бұл топта зейнеткер болды. Ол жасына байланысты мұндай сапарды көтере алмауы мүмкін еді деп бөлісті Бестөбе кенті полиция бөлімінің бастығы Нұрбек Сұлтанғазиев. Полиция Степногорск қаласынан 30 шақырым жерде жоғалып кеткен жүргізушіні тапты. Жаңбырдан кейін оның көлігі батпақта кептеліп сынып қалған. Өзі әлсіреген жүргізуші қалаға жаяу бармақ болған, бірақ адасып кеткен. Далада бір тәулікке жуық уақыт өткізіп шаршаған ауыл тұрғыны бірден шамамен 2 литр су ішкен. Нәтижесінде ауыл тұрғындары Изагиль ауылынан шамамен 30 шақырым жерден табылды. Жоғалғандарды полицейлер тамақтандырып қажетті көмек көрсетті. Олардың барлығы аман және ешқандай жарақат алмаған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.